Қалайсыңдар достар? Өздерің көріп тұрғандай, мен бүгін кофе ішіп жатқан жоқпын, мен жай ғана шай ішіп отырмын. Неге деп ойлайсыңдар? Жауап берейін. Мен бүгіннен бастап, кофені азайтамын деп шештім. Өйткені мынау кофеде соңғы рет последнее время кофе ішіп жүрмін ғой. Кофе ішкеннен кейін менде басталады чувство тревоги, как будто адреналин көтеріліп кеткен сияқты ма сондай. Сол жайлы мен кофе жайлы өзім изучать еткем, ютубтан қарадым роликтар, оказывается реально кофе бар ғой, натуральный кофе көп ішесің ғой. Көп ішкенде, вообще ішкенде әр адамға әртүрлі неге әсер етеді дейді негізі. Бірақ та кортизол деген гормонды өсіріп жібереді екен, гормон стрессаны. И сондықтан чувство тревоги басталады адамда. Вот сондықтан мен бүгіннен бастап шайға көштім, ішіп жатқан английский шай. Сол кофе жайлы айтайын десең көп айтатын бар. Сол достар, бүгіннен бастап енді кофені либо мүлдем ішпеймін, либо өте по праздникам дейді ғой, сондайға уақыттарда ғана ішемін. Даже алдында бір Дональд Трамптың бір интервьюін тыңдағам. Сол кезде айтады Дональд Трамп: я когда узнал, как действует кофе на человека, я вообще навсегда отказался дейді. Ойлаңдаршы, долларовый миллиардер сондай сөздер айтып тұр. Соны айтып тұрып, даже түсінуге болады негізі. Вообще кофемен злоупотреблять етіп керегі жоқ та. Реально адамның өміріне, качество жизни дейді ғой, әсер етеді. Байқаңдар негізі, анау растворимый кофе деген бар, ол вообще жаман екен, вообще зиян. Ол туралы қаншама научный статьялар бар, олар туралы оқығам. Қаншама пришествиялар дейді ғой, авариялар болып отыр ғой. Сол дальнобойщиктар в общем, дальнобойщиктарды зерттеген ғой, почему они часто попадают в аварию деп. Вот сол кезде кофе жайлы әңгіме бар. Растворимый кофе бар ғой, соны адам ішеді ғой. Ішкеннен кейін бодрость береді екен кішкене, 20 минуттай. 20 минуттан кейін не басталады дейді. 20-30 минуттан кейін әр адамға әртүрлі сонливость басталады дейді. Сонливость басталады, и сосын дальнобойщиктар грузовикпен кетіп бара жатқан ішіп алады ғой кофені. И соны садаған ғой, бір не болыпты, кафешка. Сол жерде сатады екен растворимый кофе. И сосын трасса болған. И сол кофе ішкеннен кейін дальнобойщиктар неше 30 километр ма, 40 километр жүргеннен кейін сол жерде нелер көп болады екен, авариялар. Дальнобойщиктар ұйықтап кетеді екен. Соны неге именно сол жерде авария болады деп тексерген ғой. Сол кезде сондай қорытындыға келіпті, в общем, что растворимый кофені ішіп алады да, адам сосын бодрый болады, ұйқысы келеді да, ұйықтап кетеді екен. Вот сондай. Кешке қарай кофе ішкем, натуральный кофе ғой. Өзінен менде бір чувство пайда болды. Бір кофе ішкеннен нормально болып тұрасыз, бір жарты сағаттан кейін басып үйге келген соң пайда болды. Бір өмірден түңіліп кеткен адам сияқты, бір өмірден қайғырып кеткен адам болады ғой. Который бәрінен жалығып кеткен, сондай бір чувство келді. Резко ойладым, не болды? Не болды? Мен вроде бәрін дұрыс істеп жүрмін, вроде все по плану, все идет в жизни дейді ғой. И сразу вспомнил, что мен кофе ішкен есіме түсті. Сосын ойладым, осыдан шығар деп. Өйткені менде бір рет емес, алдында бір паркта жүргенде, центральный парк жақта жүргенде кофе аппарат бар ғой. Содан кофе алғам. Ішіп жүрмін, бір жарты сағаттан кейін примерно басталды тағы да. Жарты сағаттан кейін өзінен өзі вроде все нормально, спокойный, гармоничная обстановка, өзінен бір тревога басталды. Тревога, как будто қазір бірдеңе болып қалатын сияқты болады ғой. Есің шығып, немене деп, как будто бір жүрегімен бірдеңе сезіп тұрған сияқты, сондай бірдеңе пайда болады. Сол кезде тоже ойланып қарадым, осы кофедан екен ғой дедім. Сол кезде бір звоночек болған, одан кейін тоже ютубтан видеоларды көріп тағы да түсіндім. Оказывается, көп адамдарда солай екен, көп адамдарда. Комментарийда жазып жатыр адамдар. Сол достар, осындай полезный статья, полезный контентпен бөліскім келіп тұрсыңдар мен. Сол ішсеңдер, шай ішсеңдер деймін ба? Мына жердегі соны айтқам мен. В общем, соны ішкенде, мына жерде бармендер бар ғой, соларға айтқам, мен осы ішкеннен кейін осында не болып кетеді деп.
давлением көтеріп кете ма сондай. Айтады негізі капучинолар олар кішкене крепкий болады дейді. Негізі андай кішкене эффект аз болу үшін латте ішу керек дейді да. Латтенің кішкене крепкісі аз болады дейді ма сондай. Более мягкий дейді, адамның енді гормондарын көтермейді дейді. В общем, жаңағы кортизол гормон, стресс гормон, адреналин деген сияқты. Нынешняя обстановка өзінен бір тревога басталды ше. Тревога, как будто қазір бірдеңе болып қалатын сияқты мә болады ғой. Есің шығып мә немене как будто бір жүрегімен бірдеңе сезіп тұрған сияқты сондай бірдеңе пайда болады ше. Сол кезде тоже ойланып қарадым, осы кофедан екен ғой дедім. Сол кезде бір звоночек болған, одан кейін тоже ютубтан видеоларды көріп тағы да түсіндім. Оказывается, көп адамдарда солай екен, көп адамдарда комментарийда жазып жатыр адамдар. Сол достар, осындай полезный статья, полезный мен контентпен бөліскім келіп тұрсыңдар мен. Сол ішсеңдер, шай ішіңдер деймін ба? Жаңа мына жердегі соны айтқам мен. В общем, короче, жаңағыдай соны ішкенде мына жерде бармендер бар ғой, соларға айтқам. Мен осы ішкеннен кейін осындай не болып кетеді деп, давлением көтеріп кете ма сондай. Айтады негізі капучинолар олар кішкене крепкий болады дейді. Негізі андай кішкене эффект аз болу үшін латте ішу керек дейді да. Латтенің кішкене крепкісі аз болады дейді ма сондай. Более мягкий дейді, адамның енді гормондарын көтермейді дейді. В общем, жаңағы кортизол гормон, стресс гормон, адреналин деген сияқты.